Құрметті түлектер, педагогтар, сарапшылар, жоғары оқу орындарының өкілдері, заманауи білім беру бірінші республикалық кәсіптік бағдар беру онлайн форумына қош келдіңіздер. Онлайн форумның ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің қатысуымен «Современное образование» республикалық журналының редакциясы. Как правило, творческие экзамены у нас проводились в традиционном формате, но в этом году в связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, некоторые творческие специальности будут проходить в онлайн-формате. Это такие как архитектура, журналистика, досуг, мода, дизайн, искусствоведение. Все остальные, такие как исполнительское искусство, режиссура, арт-менеджмент, дирижирование, композиция, театральная, хореография, изобразительное искусство, музыковедение, аудиовизуальное искусство и медиапроизводство, подготовка учителей начальной военной подготовки, подготовка учителей физической культуры, подготовка учителей музыки. По этим группам образовательных программ творческие экзамены будут проводиться в традиционном формате. При этом высшие учебные заведения будут проводить их исключительно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. С какими баллами можно будет поступить на грант на творческие специальности? Ну, здесь я не могу сказать, поскольку это конкурс, поэтому необходимо набрать проходной балл. Проходной балл у нас составляет для поступления в национальные вузы не менее 65 баллов. Для поступления в другие вузы, то есть не национальные вузы, это не менее 50 баллов. На направление, на область образования, здравоохранения не менее 65 баллов. На педагогические науки не менее 70 баллов. Ветеринария 60 баллов. Поэтому здесь сказать, сколько баллов необходимо набрать для того, чтобы поступить на грант, однозначно сказать нельзя, поскольку это республиканский конкурс. Можно посмотреть по результатам прошлого года, но опять-таки это зависит от количества участников. То есть в этом году у нас гораздо больше участников ЕНТ, чем в прошлом году. Приблизительно на 14 тысяч, если я не ошибаюсь, их больше, чем в прошлом году, соответственно, и конкурс может быть тоже большим. По поводу мартовского ЕНТ, вот, что с ним? Мартовское ЕНТ, да, оно не проводилось в связи с пандемией коронавируса, однако оно будет проведено. Мы его проведем, безусловно, и те дети, которые зарегистрировались и оплатили, они все пройдут это ЕНТ, и его результаты также будут учтены при поступлении, при зачислении в вузы на платное отделение. Так, вот вопрос еще раз про перечень документов. Давайте мы скажем, где можно этот перечень документов взять, еще раз повторим. Перечень документов утвержден приказом министра образования и науки, его номер 600 от 31 октября 2018 года, в который в настоящее время внесены изменения от 8 июня 2020 года, номер... Мир, какой номер у нас это? 600? 327, да? 237. 237. Это относительно перечня документов, которые необходимы для подачи документов в ВУЗ. И этот перечень мы можем посмотреть на сайте... На сайте Адлет. На сайте Адлет, если набрать номер 600 от 31 октября 2018 года, сразу же выйдет этот приказ. По КТА, значит, спрашивают наши абитуриенты из Алматы о приеме документов, сроки приема сдачи КТА, правила проведения КТА в этом году. Что касается комплексного тестирования, с прошлого года комплексное тестирование у нас проводится для поступления в магистратуру.
Если ранее комплексное тестирование у нас давали выпускники школ прошлых лет, выпускники колледжей, то с прошлого года, если ранее до прошлого года, то с 2019 года комплексное тестирование у нас дают претенденты, поступающие в магистратуру. Сроки приема документов с 15 июня по 15 июля. Опять-таки в этих же правилах, которые я вам сказала, и правило номер 190, можно записать, 190 от 8 мая 2019 года. Эти правила регулируют перечень документов, то есть сами правила приема в высшее учебное заведение для получения послевузовского образования. И 190 правила регулируют порядок проведения комплексного тестирования, в котором указаны все сроки проведения ЕНТ, проведения комплексного тестирования, прошу прощения, и сроки проведения приема документов. Еще я забыла тоже сказать, в этом году для поступления в магистратуру и докторантуру у нас повышен проходной балл международного стандартизированного сертификата IELTS в магистратуре. Если он раньше был 5,5, он повышен до 6,0. Соответственно, TOEFL, все виды TOEFL, ITP, PBT, они также повышаются до уровня IELTS 6,0. В докторантуру поступления также повышен балл IELTS с 4,5 до 5,5. Соответственно, TOEFL и другие сертификаты также повышаются до уровня IELTS 5,5. Также в этом году в связи с пандемией коронавируса введен экзамен Duolingo, который тоже доведен до уровня IELTS 6,0. Этот экзамен позволяет, сидя дома, сдать английский язык и получить сертификат на знание английского языка. Кстати, он гораздо дешевле, чем сам IELTS. Как сейчас будет проходить подача документов в другие города? Как я говорила, мы в этом году запускаем государственные услуги через портал электронного правительства. На портале электронного правительства поступающий получив ЭЦП, сможет подать документы, заявления в тот вуз, в который он желает обучаться, в котором он желает обучаться. И также на портале электронного правительства он сможет подать документы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта. В этом году на высшее образование у нас госзаказ составляет 53 тысячи, магистратуру 13 тысяч, докторантуру более 2000. Құрметті оқушылар, онлайн форумның негізгі бөлімі аяқталғаннан кейін түлектер жоғары оқу орындарымен жекеленген конференцияларға өтіп, оқуға түсудің барлық аспектілерін толық талқылай алатын тағы да бір рет естеріңізге саламын. Конференцияларға сілтемелерді чаттан және современное образование журналының YouTube-тегі арнасындағы трансляцияның астына жазылған жазбалардан көре аласыздар. Ал дәл қазір негізінде менде арнайы сұрақтар бар. Алдын ала оқушылар жіберген. Соны Сүлеймен Демирел атындағы университеттің пиар және маркетинг департаментінің басшысы Омарбек Нұрбавлиев мырзаға қойғым келіп отыр. Омарбек мырза, сіз бізді жақсы естіп отырсыз ба? Бізге қосылыңыз. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Дауысым естіліп тұр ма екен? Керемет, өте жақсы естіліп тұр. Омарбек мырза, дайынсыз ғой сұрақтарға? Дайынбыз. Сұрақ жауап ойыны болсын, былайша айтқанда кішкене оқушылардың көңілдерін көтеріп аулана отырайық. Сонымен кеттік. Осы пандемияға байланысты жоғары оқу орындарына құжаттарды қалай тапсырамыз? Мерзімі қандай деп сұрап жатыр оқушылар. Жақсы. Жалпы шын мәнінде қазір ғана білім және ғылым министрі өкілі түсіндіріп кеткен болатын. Осы пандемияға қатысты барлық университеттер бірдей қазір e-gov арқылы құжат тапсыра алады, жаңадай арнайы ЭЦП арқылы. Ол үшін үйден шығудың ешқандай қажеттілігі жоқ.
толық барлығы онлайн режимге көшкен болатын. Сонымен қатар егер үй жағдайында шын мәнінде интернет проблемасы бар болса, не болмаса өзіне сенімсіздеу болатын болса, ең жақын немесе түсетін университетіне барса да, кез келген университет жаңағыдай өзінің ішкі онлайн тәртібі бар, яғни бұдан кейін интеграция болатын болады. Не болмаса кез келген университет барлық e-gov шарттарында жаңағыдай өздерінің арнайы компьютер арқылы көмектесетін болады. Мамандары бұл шарттарда бәрі дайын. Бірақ негізінде қазіргі пандемияға байланысты оқушылардың құлағына алтын сырға неғұрлым үйден шықпай жасасаңыз, соғұрлым өзіңізге жақсы, және де қоғамға да жақсы. Себебі өздеріңіз барлық жағдайды біліп сезіп отырсыздар. Сондықтан айтарымыз, оның үстіне қазір 21-ші ғасыр, неге осы мүмкіндікті пайдаланбасқа, ары бері жүгірудің қажеті қанша құжаттарды көтеріп алып. Толық келісемін сізбен. Үйден-ақ барлығын жасаңыз, анаңыз қасыңызда шай ішіп отырып жасайсыз. Сонымен енді ары қарай сұрақтарды жалғастырайын. Осы жылы грант көп бола ма дейді? Меніңше жақсы сұрақ. Былтырмен салыстырған кезде грант саны сәл көбейді. Бірақ бұл деген грант көптеп, көпшілігі жаңағыдай грантқа түсу шансым көбейеді деген мағына білдірмейді. Не болмаса дайындықты азайту деген мағына білдірмейді. Грант былтырға қарағанда сәл көбірек, бірақ мамандық қарай әр гранттың түсу ерекшелігі өзгереді және ұпайға қарай өзгеретінін ескертеміз. Енді осы гранттарға қатысты бірнеше сұрақтарды қоя кетейін. Грантқа түсу үшін дейді, проходной балл жайында емес, грантқа түсу үшін минимум қанша балл алуым керек деп сұрап жатыр бір оқушы. Жалпы осы жылдық сәл бір ерекшелікте мемлекеттік жоғары оқу орнына түсу шарттары 65 қалды. Педагогика, яғни болашақ ұстаздарға түсем дегендер 70 балдан кем алмау керек екенін ұмытпасын. Сонымен қатар әр пәннен кем дегенде 5 балл алу керек әрбір талапкер, сонда құлақтарына сырға. Ал проходной балл жөнінде сұрайтыныңызды түсініп тұрмын, өйткені бұл өте өзекті мәселе, көпшіліктің көкейінде тұрған мәселе. Бұлай айтайын, жыл сайын мына мемлекеттік грант өту балы өзгергендіктен біз кесіп пәленше деп айта алмаймыз, ешкімде гарантия бере алмайды. Сондықтан да талапкерлер былтыр 104 балл екен, былтыр 90 балл екен деп соған бейімделмесін. Өйткені қазірге дейін көріп жатырмыз, 90 баллмен түскендер осы жылы түсе алмай қалуы мүмкін. Оған жаңағыдай ертең өкініп қалмасын, не болмаса 80 балл алып жүрген. Бәлкім 80 баллға да түсіп кетуі мүмкін. Менің айтарым талапкерлерге осы жерде барлық дайындығыңызды күшейтіп, соңғы 10 күнде осы өміріңізде ең маңызды сынақтардың біреуіне дайын болыңыз және максималды түрде өзіңіздің біліміңізді шынайы көрсеткеніңіз абзал. Ұзын сөздің қысқасы, кімге не бұйыртса сол болады десеңші, қазақи тілмен айтқанда. Дәл өзі. Жақсы. Онда ары қарай жалғастырайын. Грантқа егер де түсе алмаған жағдайда жоғары оқу орындарынан жеңілдік ала аламын ба деп сұрап жатыр. Өте тағы сұрақ. Негізінде бірнеше грант түрі бар. Дәл осы жерде айта кетейін. Ең біріншісі ол общий грант дегеніміз, жалпы грант, шамамен бір 100 шақты университеттің бөлінетін грант. Бұл жерде грант тікелей баланың атына беріледі, соған грант. Ал екіншісі целевой мақсатты грант дегеніміз, бірнеше университетке мемлекет арнайы грант беретін білеміз. Одан бөлек, кез келген университеттің өзінің ішкі гранттары бар екен, ұмытпаңыздар. Өйткені сіз сияқты дарынды балдарға болашақта өз мамандығын жаңағыдай мықты маман иесі болам дегендер кез келген университет өзінің гранттарын ұсынады. Ал төртіншісі, мына тамыз айында арнайы әкім гранттары дегеніміз бар. Соған да мүмкіндік бар екен, ұмытпаңыздар. Және бесіншісі, кейбір мекемелер деп айтайын, фондтарда арнайы грант беретін еске сала кетейін. Бұл негізі бірінші курстан кейін болатын нәрсе, яғни бір жыл жақсы оқығаннан кейін. Ал 6-шы грант, ол өте маңызды грант, ол ата-ана гранты. Яғни ата-анаңызға толық сендіресіздер, мен жақсы маман болам деп, ата-анаңыз сізге ақшасын төлейді, 10 жылдан кейін ақшасын қайтарып бересіздер. Опять ребята немного повторяются по поводу калькуляторов. Давайте мы, Айгуль Баймурзаевна, скажем, что калькуляторы с собой не надо приносить. Калькуляторы есть уже на месте. Еще раз повторю, калькуляторы с собой приносить не нужно, поскольку калькуляторы
относится к перечню запрещенных предметов. Калькуляторы будут установлены на рабочих столах, за которыми будут выступающие сдавать тестирование. Если будет проходить ЕНТ в августе, когда результаты будут? Но ЕНТ в августе это уже не на гранты, это уже на платное отделение. Для поступления на платное отделение результаты ЕНТ у нас обычно в тот же день выдаются. Это центр тестирования, тест-центр КЗ, есть сайт, ну и, наверное, на сайте министерства, потом на нашем сайте были. Да, а также по своему ИКТ дети могут зайти в личный кабинет и увидеть результаты ЕНТ. Вот спрашивает у нас Нинмухамед из Алматы, как распределяются государственные гранты. Ну вот немножко, чтобы этот механизм был понятен, они распределяются не по вузам. Государственный образовательный заказ у нас формируется на основании потребностей в кадрах, которые нам представляет Министерство труда. Гранты присуждаются у нас человеку, а не вузу. В вузах у нас размещается госзаказ, то есть это означает, что вуз соответствует всем требованиям для того, чтобы он мог готовить кадры, те или иные кадры. А грант присуждается конкретно человеку и идет за самим человеком, за исключением целевых грантов, которые мы квотируем вузы. Это у нас в основном педагогическая квота в педагогических вузах. С этим грантом он уже уходить с одного вуза в другой не сможет. Важная, да, тоже информация. Вот немного критическая такая заметка в вопросе Хаби Дайбергенов. Не будет ли на ЕНТ ошибок в условии? Не будет ли отсутствие правильного ответа, как в пробниках? Это, наверное, вопрос можно сразу подвязать с апелляцией, с процессом апелляции. Безусловно, если таковые будут, то у нас для этого существует апелляционная комиссия, которая рассматривает все вопросы. Для этого необходимо по результатам ЕНТ обратиться в тот вуз, который он сдавал, написать заявление с мотивированным ответом. Это будет рассматривать комиссия апелляционная, которая на следующий день ему даст результат. Для этого надо приходить в тот пункт, где он сдавал, или же можно это электронно послать, эти заявления? В этом году мы планируем, что это будет электронно, но пока он должен будет подойти в тот вуз, в котором он сдавал. В общем, следите за информацией, ребята. Да, следите за информацией. Көп рахмет. Ал енді ары қарай жалғастырайық. Омарбек мырза, тағы да байланысқа шықсаңыз жақсы болатын еді. Естіп отырсыз. Осындамыз, дайынбыз. Жаңа енді гранттар жайында бірнеше сұрақтарды қойдық, ол түсінікті деген ойдам, оқушыларға. Енді ары қарай кетейік. Қазір ғана айтты орыс тілінде калькулятор жайында. Өзімізбен алып кіре аламыз ба? Және де толықтыра кететін бір оқушы мынадай сұрақ қойыпты. Ұлттық бірыңғай тестілеуге белгілеуге арналған маркерлерді қолдануға бола ма дейді. Инстаграмда алсам бола ма екен деп сұрап жатыр. Түсінікті. Жалпы калькулятор туралы шын мәнінде рұқсат берілмейді өзіңізбен алып келуіңізге, бірақ осы жылдың бір ерекшелігі мемлекет тарапынан арнайы сіздерге дайын калькулятор бар. Әрине бұл калькулятор сізге былай үлкен, жаңа сіз күткендей косинус, синус, тангенс деген нәрсе болмайды, бірақ ең қарапайым сізге жаңадай ең қажетті деген есептер шығаруға көмектесетін калькулятор болады. Ол дайын, сондықтан да өзіңіздің калькулятор алып келуге сырттан рұқсат етілмейді. Сонымен қатар маркер мәселесіне де сырттан алып келуге болмайды, өйткені бұлар ағатын болғандықтан маркермен белгілеуге рұқсат берілмейді. Тек қана жаңа айтамыз, көк және жаңа қара не дейді, шарик бер ручка дейді ғой. Тек қана сондайларда ғана рұқсат етіледі.
соған ескерту жасайық. Калькулятор менен кандай жақсы мүмкіндік берген екен деймін де. Мысалы біз тапсырған уақытта өзіміздің тек миымызға ғана сене алатын едік қой. Қазір керемет жеңілдік жасаған екен. Қолдан басқа болмайды ғой. Өте жақсы. Әрине. Оқу әдістемелік құралдардағы сұрақтар ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесе ме дейді? Енді жалпы дайындыққа қатысты ондай сұрақтар келуі мүмкін. Яғни біз баса айта алмаймыз, мынау келеді, мынау келмейді десек, ол уже белгілі бағытқа итермелеген боламыз. Менің ойымша жалпы өздерінің бағыттарын әркім біледі. Бүкіл сұрақтарға дайындалып келген абзал. Барлық жағдайда, барлық тараптан сұрақ болуы мүмкін. Ұзын сөздің қысқасы, сол 11 жылдық мектептің бағдарламасы. Дәл солай. Бірыңғай тестілеу қаншалықты қатал түрде өтеді? Бұны әрбір екінші оқушысы қойған екен осы сұрақты. Әрине. Біз былай дейік, қатал түрде өтпейді, әділ түрде өтеді. Шыншыл түрде өтеді деп айтайық. Өйткені шын мәнінде әділдік басты мақсат бұл жерде. Жаңа Айгүл ханым айтып кеткен болатын, камералар барлық жерде бар, және камералар 2,5-3 ай бойы сақталынады. Кез келген уақытта архивден алып қарауға мүмкіндіктері бар. Егер ереже бұзған жағдайда берілген грантыда мемлекет артқа алуға толық құқылы. Сондықтан да мен бұл жердің талапкерлерге ескертуім, басқа біреуге, сыртқы факторға, телефонға, шпаргалкаға сенбей, тек қана өзіңіздің басыңызға сеніп келіңіз. Сол жетеді, өйткені сіз ақылдысыз. Сіз 10 ай, 1 жыл, 2 жыл дайындалдыңыз. Өзіңізге сеніңіздер. Сыртқа сенудің қажеттілігі жоқ. Омарбек мырза, мен сізбен толықтай келсем, осы орайда өз тарапынан қоса кетсем деймін. Мен университет бітіргеніме бірнеше жыл өтіп кетті ғой. Мен де НТ тапсырғанмын кезінде. Сол кезде бірде-бір жаңағы шпаргалка дейді ғой, қарапайым тілмен айтса, шпаргалкасы телефонсыз кірдім. Есесіне неге жақсы жаңа көрсеткіштер барлық пәннен 5 алып шықтым. Себебі еште нәрсеге алаңдаған жоқпын. Мен ұстап алады деп қорыққан жоқпын. Бар болғаны отырдым да жаздым да шықтым кеттім. Болды. Дәл солай, егер де сіз өзіңізбен ұялы телефон алып кірсеңіз, болмаса шпаргалка алып кірсеңіз, сіз сол нәрсеге алаңдай беретін боласыз. Сондықтан, одан да өз миыңызға сеніңіз, болатын нәрсе бәрібір болады. Қашып болмайсыз. Иә, дәл осы жерде қоса кетейін, қазіргі талапкерлердің көпшілік басымында стресс, қобалжу, қорқыныш болатыны сөзсіз. Және бұл шпаргалка деген нәрсе бұны 2-3 есеге арттырады. Сондықтан да қатаң біз ескертуіміз, ондай нәрсеге мән бермеңіз, тек қана өзіңізге сеніңіз деген келеді. Және сіз сияқты жақсы тапсырып шықсын деп тілейміз. Жақсы. Шығармашылық емтихан қандай форматта болады екен? Осы жайында айта кетсеңіз енді. Жаңа Айгүл ханым да ескерткен болатын. Биылда пандемияға қатысты негізгі бағыттардың көпшілігі онлайн түрде болады, бірақ кейбір физикалық жағдайда өзінің болуы керек, жаңағыдай жүгіру сияқты жағдайларда ол міндетті түрде бұрынғы жаңағыдай традиционды форматта өтетін болады, бірақ барлық сақтық шаралардың жаңағыдай аясында болатынын ескертеміз. Жақсы. Енді Александр Александровичке мен сөз берейін, сөз кезегін. Алдағы уақытта қазір алыстамаңыздар, себебі біз жаңағы көп балаларға қатысты сұрақтар қоямыз. Сонымен қатар пандемия егер жалғасатын болса, оқу жылы қалай болады? Және де ең қызықты сұрақ алда қалып отыр, бір оқушымыздан келген екен. Айгүл Баймурзаевна, вот относительно экзаменов, немножко еще раз информацию прояснить. Да, спасибо большое. На самом деле, вот я как уже выше сказала, в этом году мы вводим дополнительный экзамен, проводимый вузом, либо установление проходного балла вуза. Форму экзамена и порядок определяет вуз самостоятельно. Но вместе с тем в этом году мы рекомендуем вузам собственный экзамен не проводить, поскольку это связано с пандемией коронавируса, и для того, чтобы уменьшить столпотворение в вузах, да, в принципе, они могут это делать онлайн. Рекомендуем в этом году установить только проходной балл по направлениям подготовки. То есть это как раз-таки позволит вузам отбирать, осуществлять качественный отбор. Проходной балл, опять-таки, он не должен быть ниже установленного законодательства. Спасибо. Ну вот опять вопрос по педагогическим специальностям.
Сколько грантов? Гранты утверждены у нас приказом. Номер приказа 210 от 18 мая 2020 года. На педагогические направления подготовки у нас выделено в этом году более 8 тысяч грантов, и более 1000 грантов это по проекту СИРКОТ. Отлично. По льготам для многодетных семей спрашивают про квоту. Значит, в категорию льгот у нас на сегодняшний день входят дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам Отечественной войны. Только эти граждане. Кроме этого, у нас есть квота для казахской диаспоры, сельская квота. К сожалению, для многодетных детей, для детей из многодетных семей у нас квота не предусмотрена. Они поступают в вузы на общих основаниях. Вместе с тем, у нас с 2017 года местные исполнительные органы акимата, вот как у нас коллега с университета Сулейман Миреля уже оговорил это, у нас местные исполнительные органы также выделяют государственные свои гранты акимов, конкурс на которых проводится после республиканского конкурса на тех же основаниях по результатам июньского ЕНТ. При этом они в большей степени уделяют внимание именно детям из многодетных и малообеспеченных семей. В прошлом году правительством было выделено 5000 грантов дополнительно, то есть к нашим 53 тысячам грантов на высшее образование правительство выделило еще 5000, которые предназначались именно для этой категории граждан, то есть детей из многодетных семей и получателей адресной социальной помощи. Пока на сегодняшний день у нас неизвестно, в этом году будет ли продолжена эта практика, будет сообщено дополнительно. Но опять-таки местные исполнительные органы в этом году выделяют около 2000 грантов. С 2017 года ими вот это количество выдерживается ежегодно. Отлично. Ну, ребята могут, наверное, заходить на сайты местных акиматов. Да, на сайты акимата. Да, ну и плюс еще у нас сами вузы выделяют гранты ректоров, опять-таки, также на конкурсной основе. Да, это тоже можно будет обратиться в конкретные вузы, и там же можно будет узнать о дополнительных льготах для тех или иных категорий граждан. Вот спрашивают ребята, можно ли подавать документы в разные вузы, и как это сделать? Ну, у нас такая возможность на портале электронного правительства имеется в разные вузы. Это что, на конкурс? Если на конкурс, то у него есть право выбора до 4 высших учебных заведений и 4 образовательных программ, групп образовательных программ. Поэтому, подавая документы на конкурс, он уже имеет право выбрать из перечня 4 вуза и 4 группы образовательных программ. Если же он подает для поступления в вуз, то сначала он должен, он должен сделать после конкурса, соответственно. Если же он определился, что он на платное отделение поступает, то, естественно, он подает уже в один вуз. Вопрос по сдаче экзамена ЕНТ на английском языке. Какие гранты там, какое количество грантов и так далее, какие там условия, требования? На английском языке у нас предусматриваются гранты по направлениям естественно-научного цикла. Это подготовка учителей биологии, подготовка учителей химии, подготовка учителей математики и подготовка учителей информатики. Ежегодно мы на эти группы образовательных программ выделяем 1000 грантов. Көп балалыларға қандай мүмкіндіктер және қандай жеңілдіктер көрсетілген? Сол жайында айтыңыз.
Жақсы. Жалпы көп балалы отбасыларға мемлекеттік тарапынан арнайы бір жеңілдік қарастырылған жоқ. Жаңа Айгүл ханым айтып кеткен болатын. Бірақ оларға арнайы мына тамыз айында әкім гранттары қарастырылуда жыл сайын. Және де кез келген жоғары оқу орны, яғни университеттің басшылығы тарапынан да арнайы жеңілдіктер қарастырылуы мүмкін. Бірақ бұл жердегі басты шарт тағы да білім екенін ұмытпаңыздар, яғни білімді жастарды алдыға тартатыны кез келген біздің басты назарында. Сондықтан да біліміңізді дәлелдеуге тырысыңыздар. Бүгінгі форумнан негізі мен түсінгенім, егер де бала оқимын десе, барлық мүмкіндіктер үкімет тарапынан жасалған екен, және университеттер тарапынан. Сондықтан міндетті түрде сол мүмкіндіктеріңізді пайдаланыңыздар, құрметті оқушылар. Енді ең қызықты сұрақ, менің ойымша мына сұрақты қойған бала болашағын ойлаған сияқты. Бағанадан бері ең соңына қарай сақтап отырмын. 2020 жылдан кейін дейді. Қандай мамандықтар сұраныста болады? Керемет сұрақ емес пе? Өте жақсы сұрақ. Қазіргі мына төңкерістен кейін, мына пандемиядан кейін, қазіргі кризистің барлығын ескере отырсақ, осыдан кейін енді өміріміз бұрынғыдай болмайтыны анық. Бұдан кейін қандай мамандықтар сұраныста болады? Жақсы. Бұл да бір жиі қойылатын сұрақтардың біреуі. Біз белгілі бағытта баса айтып, мына мамандық өшеді, мына мамандық жаңағыдай сұраныс көбейеді десек, белгілі бағытта бір мамандықты сұранысты елдесек, барлығы сол бағытта жүгіруі мүмкін. Мен бұл жерде ескере кететін нәрсе. Бірінші сұрақ, сізге ұнап бар мамандықты сүйіп таңдаңыз. Екіншіден, әрине қоғамның шарттарына қараңыз. Қазіргі таңда бұрынғыдай емес. Қазір көбісі технология беріп жатыр, онлайн болып жатыр. Сіздің ұнайтын мамандығыңызды онлайн жүйеге қалай көшіре аласыздар, не болмаса онлайн түрде қалай қызмет бере аласыздар деген сұраққа жауап беріңіз. Және ең маңызды сұрақ, дәл 10 жылдан кейін осы жаңағыдай өзіңіздің сүйікті салаңызбен айналысар ма едіңіз деген қазіргі таңдағы мамандардан кеңес алғаныңыз абзал. Мен бұлай белгілі бағытта балдар бағыттаған келмейді, өйткені бұл өте өзекті мәселе. Бұл кейбіреулердің жаңағыдай басқаша ойлауын алып келуі мүмкін. Сондықтан да жалпыма жауап беремін. Және бірінші, егер өзіңе ұнаса, кез келген бағытта кез келген талапкер қоғамға және отбасына пайдалы бола алады.
свидания.